Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі сіздер менен қозғайтын тақырыбымыз астың адалдығы төңірегінде болмақ. Мұсылман баласы болғаннан кейін біз жүрген жүрісімізге, тұрған тұрысымызға, ішіп жеген асымызға көңіл аударымыз Алла Тағала тарапынан біздерге міндеттелген, жүктелген бір парыз болып табылады екен. Енді осыған байланысты Нұғман ибн Баширден жеткен бір риуаят бар. Сол хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қаншалық дәрежеде астың адалдығына көңіл бөлу керектігімізді, қаншалық дәрежеде арам істен ұзақ болу керектігімізді баяндап, айқындап кеткен екен. Жалпылама бұл хадиске тоқталмас бұрын ислам ғұламаларының бірі Ахмед ибн Хамбал деген кісі хадистерге түсініктеме берер кезінде айтады: діннің негіздері дейді, фиқ саласы болмасын, ақида мәселелері болмасын, басқа да осы шариғаттың ілімдері мына 3 хадистің негізінде құралып, осы 3 хадиске барып тіреледі дейді. Біріншісі Хазірет Омар ибн Хаттабтан жеткен ниет хадисі болатын болса, екіншісі Айша анамыздан радиаллаху анха кісіден жеткен дінге жаңалық енгізу хадисі қаншалық дәрежеде ондай жаңа істерден сақтану керектігін көрсетеді дейді. Және де үшінші хадис Нұғман ибн Баширден жеткен адал менен арамды айқындап беретін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасиетті сөздерінің бірі осы хадис болады. Және де бұл жерде де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адал жеген адам менен арам менен қорқытенген кісілердің қаншалық дәрежеде өміріне, оның отбасына, оның қоғамдық айналасына қаншалықты әсер ететіндігін осы хадисте баяндап білдіріп кеткен дейді. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде айтады: «Ва анналлаху тағала амарал муъминина бима амара бихил мурсалин». Хадистің кіріспесі бар әрине. Хадистің ортасында айтады: шындығында Алла Тағала өзінің сүйікті құлдары болған пайғамбарларға, елшілеріне әмір еткен нәрсесін момын мұсылмандарға да әмір етеді дейді. Сөйтеді де Муъминун сүресіндегі мына бір аятты тілге тигеді деген: «Астағфиру билла, я айюхар русулу кулу минат таййибати ва амалу салиха». Ей менің сүйікті құлдарым, пайғамбарларым, адамзатпенен менің арамда болған елшілерім, сендер бұл дүниеде менің рызық қылып берген, яғни менің шығарған, менің жаратқан адал рызықтарымнан дәм татыңдар, адал рызықтармен қоректеніңдер, адал рызықтарымнан жанұяларыңды асыраңдар, және де салих амал жасаңдар деп айқындап бізге әмір еткен екен. Міне бұл жерде пайғамбарларына әмір етіп отыр. Демек хадиспен байланыстырар болсақ, пайғамбарымыз айтты ғой, шындығында Алла Тағала пайғамбарларына әмір еткен нәрсесінде кейінгі өткен момын мұсылмандарға да әмір етеді деді. Яғни бұл жерде аятта пайғамбарлар келген болса, демек бұндан біз түсінетініміз біздерге де тікелей осы әмір берілген. Яғни біз Алланың шығарған бұл дүниеде адал рызықтарынан жеуіміз керек екен, және де салих амал, ізгі амал жасауымыз керек екен. Енді ойға мынандай сұрақта келуі мүмкін: сонда Алла Тағала арамды да жаратып, неліктен оны біздерге арам қылды? Егер бұл нәрсені арам болатын болса, Алла Тағала неліктен жаратқан екен? Алла жаратқан болса, ол адал болу керек деген секілді пендешілікке сүйеніп кейбір сұрақтар санамызға келуі мүмкін. Енді бұл сұраққа жауап берер болсақ, жалпылама Алла Тағала адалды да арамды да жаратушы. Адал сусынды, арам сусынды шығарушы Алла Тағала, баршасын адал етті да арам етті жаратушы Алла Тағала. Одан еш күмән, ешқандай бір шүбә жоқ. Бірақ бұл нәрселердің түп тамырында бір имтихан, яғни адамзат баласын сынау үшін жаратты. Менің құлдарым бұл дүниеге келген кезде менің құдіретімді, менің ұлылығымды қаншалықты дәрежеде мойындап, маған қаншалықты дәрежеде құлақ салып, қаншалықты дәрежеде менің сөздеріме ілесіп, менің айтқаныммен жүреді екен, менің же деген нәрсемді жеп, жеме дегенмен тыйылады екен деген мақсатпенен Алла Тағала арамды да адалды жаратып қойды. Яғни қарайтын болсақ, сусындар бар, адал сусындар, арам сусындар да бар, адал еттер бар, арам еттер бар. Бұның баршасы біздерге берілген бір емтихандық мақсатпенен. Енді бір мұсылман құл ретінде жәннаттан Алланың дидарын үміт еткен бір құл ретінде біз осы жаратылғандардың ішіндегі адалынан теріп жеуіміз керек. Себебі бұл Алла Тағаланың тікелей әмірі. Және де аятқа қараңыздар, сендер не деді? Адал рызық жеңдер, және де ізгі амал жасаңдар. Ізгі амал жасаудың бірден бір жолы ол адал рызықтан өтеді екен. Біз мынау жұтқыншағымыздан қаншалық дәрежеде қандай рызық өткізіп жатқанымызға көңіл аударсақ, яғни қаншалық дәрежеде адал екендігіне мұқият болатын болсақ, біздің құлшылығымыз да соншалықты көріктенеді, соншалықты дәрежеде қабыл болуына бір табан жақын болады. Және де дұғамыз да ешқандай қайтарылмастан Алла алдында мақбул болған, қабыл болған дұғалардан болады екен. Енді жаңағы Нұғман ибн Баширден жеткен хадиске тоқталар болсақ,
пайғамбарымыздан былай деп біздерге баян етті: самиғту расулаллах саллаллаху алейхи вассалам яқул, алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтып жатқанына құлағым шалып естіп қалдым дейді. Иннал халала баййинун ва иннал харама баййинун. Шындығында Алла тағаланың бұл әлемде жаратқан адал рызықтары да айқын, белгілі, харам қылып жаратқан нәрселері де белгілі. Ва байнахума умурун муштабихат. Бірақ осы екеуінің арасында күмәнді болған кейбір рызықтар бар. Десем қаншалықты шариғат жағынан рұқсат екен, демесем қаншалықты дәрежеде болады екен, болмайды екен деген секілді қазіргі таңда да қоғамда да адамдардың санасын жүрген сұрақтары да бар. Яғни осындай күмәнді бір рызықтанатын нәрселер бар дейді. Ла я'ламухунна кафиру минан нас. Бірақ бұл нәрсені адамдардың көпшілігі біле бермейді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бірақ бұл нәрселерді қараңыздар, осы хадиске түсініктеме беріп жатқан хадис ғұламаларымыз айтады, адамдардың көпшілігі білмейді деп жатыр. Демек ар-расихуна фил илми, әлемде тереңдегендер, яғни шариғатта ізденіп, адал мен арамын ізденген кісілер, Құранна берік болып, қаншалықты дәрежеде хадиске берік болған кісілер бұл нәрселерді біледі. Қайсысы күмәнді, қайсысы адал, қайсысы арам екендігіне егжей-тегжейлі ажыратып біле алады. Бірақ адамдардың білімі болмаған, яғни бұны ізденбеген, бұған мұқият болмаған, бұған назар аудармаған кісілер бұдан қалыс қалып қала береді екен. Бірақ бұл нәрседе дейді хадиске түсініктеме берген кезінде, негізінде ол затта күдік жоқ, адамдардың мағлұматы жағынан күдік бар. Яғни ол заттың Алла тағала әуел баста жаратқан кезінде я бір затты адал қылып жаратты, я бір затты арам қылып жаратты. Ортада күмәнді қылып, арам мен адалды араластырып жаратқан жоқ. Бірақ адамдар тарапынан қараған кезде оның адалдығы, арамдығы білінбегендіктен, сондықтан адамдар күдіктенеді. Бірақ бұл нәрселер ілімде тереңдегендер, ізденгендер, білім талап еткендер, Құран ашып оқитындар, хадис ашып оқитындар, барып ұстаздардан сұрап, имамдардан сұрап, мағлұмат алған кісілер не қылады дейді? Бұл нәрселердің адал ма, арам ба екендігін біледі дейді. Сонда адамдардың көпшілігі бұдан қалыс қалып қала береді дейді екен. Енді хадистің жалғасында айтады, абай болыңдар дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Әла ва инна фил жасади мудғатан иза салахал жасаду күллу. Абай болыңдар, назар аударыңдар, момын мұсылмандар, адамзат баласының бойында бір жұтым ет бар, бір жұтым ет бар. Иза салахат салахал жасаду күллу. Егер де сол бір жұтым ет дұрыс болатын болса, онда адамзат баласының болмысы, ағзалары дұрыс болады дейді. Ва иза фасадат фасадал жасаду күллу. Алайда сол бір тұтам ет нашар болып, бұзылып, тура жолдан ауытқи бастаған болса, онда бүкіл ағзаларда не қылады дейді? Бұзыла бастайды. Яғни амалы бұзыла бастайды деген сөз. Әлә уахил қалб, назар аударыңдар, бір жұтым ет деп жатқаннан бұл адамзат баласының ішіндегі жүрегі дейді екен. Яғни жүрек қаншалықты дәрежеде дұрыс болатын болса, біздің өзге қолмен жасалатын құлшылығымыз, аяқпен жасалатын құлшылығымыз, ауызбен айтатын зікірлеріміз, көзбен қарап оқитын Құранымыз, құлағымызбен еститін азанымыз, уағызымыз, Алланы дәріптеп ойлайтын ойымыз да дұрыс болады екен. Егер де біздің жүрегіміз дұрыс болатын болса, егер де біздің жаңағы бір бөлік ет дұрыс болмай, бұрыс болатын болса, онда бүкіл ағзамызға оның бәрі әсер етеді екен. Сөйлеген сөзімізге, тыңдаған нәрселерімізге, ауыздан шыққан әрбір әрпімізге және де жасаған іс-қимылымызға әсер етеді екен. Енді дейді, қараңыздар, хадистің басы менен соңы қай жағынан байланысты? Хадистің басында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адалдың айқын екендігін білдірді, арамның да айқын екендігін білдірді, және де күмәнді нәрселердің де бар екендігін білдірді. Күмәннен сақтану бұл тақуалық екендігін де айта кетті. Енді біз қаншалықты дәрежеде адал рызық жейтін болсақ, біздің жүрегіміз соншалықты дұрыс болады екен. Жүрек дұрыс болғаннан кейін амалдарымыз да дұрыс болады екен. Бір-біріне шынжыр іспеттес байланысты екен. Біз қаншалықты адал рызық жесек, соншалықты жүрегіміз дұрыс болады. Қаншалықты дәрежеде жүрегіміз дұрыс болатын болса, біздің өзге де ағзаларымызбен жасалатын құлшылықтарымыз дұрыс болады екен. Алайда біз мынау жұтқыншақтан ішімізге қарай арам болған нәрселерді қорек қылып өткізетін болсақ, онда біздің жүрегіміз бұзылып, өзге де амалдарымыз, құлшылықтарымыз немқұрайлы болады. Құлшылығымыз немқұрайлы болып, былай тұрсын, әрбір десеңіз, намаз оқуға ерінетін, намаздан ұзақтайтын сәттер де болады екен. Егер де біздің жеп жатқан нәрсеміз дұрыс болмайтын болса. Енді адамзат баласы болғандықтан, оның ішінде мұсылман болғандықтан, біз әрбір ісімізге, сөйлеген сөзімізге, назар аударған нәрсемізге, ойлаған ойымызға, басқан әрбір қадамымызға мұқият болуымыз керек. Сол секілді жеп ішкен нәрсемізге де мұқият болуымыз керек. Біріншіден, мен өзім қаншалықты дәрежеде адал рызық жеп жатырмын, қаншалықты дәрежеде табысым адал деп, мұсылман пенде өз-өзіне осы сұрақ сұрау керек. Содан кейін, егер отағасы болған болса, жанұясы болған болса, мен жұбайымның аузына қаншалықты дәрежеде адал рызықпен қоректендіріп тамағынан өткізіп жатырмын, қаншалықты дәрежеде мен жанұяма адал рызық алып келіп жатырмын,
баламды қаншалықтарды адалмен рызықтандырып жатырмын деген сұрақ бір отағасын мазалау керек екен. Алла субхана ва тағала Мұхаммед сүресінде мынау тозақтық болған бақытсыз пенделер жайында баян етіп жатқан кезінде былай деп айта кетеді: астағфирулла ятаматтағун, яғни бұл дүниеде адал мен арамына көңіл аудармайтын пенделер бұл дүниені барынша пайдаланады дейді. Мүмкіншілігінде қалай адал жолмен келе ме бұл рызық арам жолмен келе ме, қандай жолмен келсін, кәсібі қандай, адал кәсіп пе, арам кәсіп пе, табысы қандай, оған еш көңіл аудармайды, пайдалануға тырысады бұл әлем дейді. Мүмкіншілік қалай туады, солай ұрлауға, арбауға, дүние қоңызданып соны жинауға тырысады дейді. Уякулун кама таакул анғам, төрт аяқты хайуанат секілді бұл дүниеден ішіп жеп пайдаланады дейді. Қараңыздаршы, бір төрт аяқты мақлұқатты көрдік пе, ішіп жатқан сусынның қаншалық дәрежеде адал екеніне назар аударып жатқандығын. Ол не істейді? Ескейді, егер көңілі тарта іше салады. Я мал баласын көрдік пе, жеп жатқан шөбінің, қоректеніп жатқан қорегінің адал ма екен, арам екен деп назар аударғандығын егер көңілі тартса, оны жей салады. Яғни осыған құсатып жатыр кімдерді? Бұл дүниеде адал мен арамға көңіл аудармағандарды, бұл дүниеде немқұрай алдына шыққан астан пайдаланып жегендерді, алдына шыққан сусынды іше бергендерді Алла тағала осыларға бейнелеп жатыр. Ұқсату былай тұрсын, одан да қорқыныштысы олардың барып паналайтын жерлері мәңгілік бақытсыз пенделер үшін жаратылған жалындаған от, тозақ болады дейді. Алла сақтасын. Енді біз мұсылман пенде ретінде біз не қылуымыз керек? Алдымызға қойылған асқа көңіл аударуымыз керек. Қаншалық дәрежеде бұл етіміз Алланың атымен бауыздалған, мынау келіп жатқан ас, ішіліп жатқан сусындар қаншалық дәрежеде не адал екен, оған біз мұсылман пенде ретінде, мұсылман бір құл ретінде көңіл аударуымыз керек екен. Бұл біздің мұсылманшылдық міндетіміз. Қалай намаз оқу, намаздардың уақытына көңіл аудару, мұқият болу, сол секілді Рамазан айында ораза ұстау қаншалықты бізге парыз болатын болса, біз алдымызға қойылған астың қаншалықты дәрежеде адал екендігін, арам екендігіне назар аударымыз, көңіл аударымыз соншалықты дәрежеде міндет, парыз. Және де біз өзімізбен ғана шектелмей, біз жанұямызға тасып жатқан қоректің қаншалықты дәрежеде адал жолмен келіп жатқандығына соншалықты дәрежеде назар аударуымыз керек. Алла сақтасын, алайда біз жұбайымызға, алайда біз бала шағамызға шаңның тозаңның салмағындай да бір қорек арам жолмен жегізетін болсақ, оған кім жауапты? Жегізген сіз жауапты боласыз. Жегізген мен жауапты болам. Алла сақтасын. Яғни сондықтан біз оған не қылуымыз керек екен? Көңіл аударуымыз керек екен. Біріншіден тауып жатқан табысымыз, екіншіден жеп жатқан асымыз, ішіп жатқан сусынымыз қаншалықты дәрежеде адал, қаншалықты дәрежеде арам болғандығына назар қоюымыз керек екен. Содан кейін барып біздің құлшылығымыз дұрыс болады. Содан кейін барып біздің дұғамыз Алла тағала тарапынан қабыл болады екен. Себебі хадисте айтты ғой, яғни ол жеп жатқан нәрселерің жүрекке барып, жүрегі арқылы өзге ағзаларға не қылады? Әсер етеді деген. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен бірге отқан кезде ұзақ қашықтыққа барып бір сахаба қолдарын көкке жайып Алла тағаладан дұға сұрап жатыр екен. Сонда пайғамбарымыз әлгі сахабаны меңзеп жанында отқан кісілерге айтады: мына кісінің дұғасы қалай қабыл болады екен, еш ойланбайды екен ау дейді. Бұл кісінің ішіп жегені арам дейді. Киіп алғаны арам, қоректенетін нәрселері арам, яғни табысы арам жолмен келіп жатқан. Бұл кісінің дұғасы қалай қабыл болмақ? Бір сәт соны ойланды ма деп сұрайды. Яғни бұдан да көріп отқанымыз не? Біздің дұғамыз қабыл болу үшін, біздің өміріміз көркейіп, Аллах тағала қалағандай көрнекті бір өмір болу үшін, мәні бар, маңызы бар өмір болу үшін, және де онымен ғана шектемей ақыреттік тұрағымыз жәннат болу үшін, мынау дүниелік болған жұтқыншағымыздан өтіп жатқан астың адалдығына, арамдығына қаншалықты назар салып көңіл аударамыз. Баршасы соған байланысты екен. Адалмен жүру біздің міндетіміз, арамнан қашу біздің Алла алдындағы бекітілген парызымыз. Бұл Алла алдындағы тікелей мағынада міндетіміз болғандықтан бұған бір құлшылық көзімен қарауымыз керек. Яғни тауып жатқан табысымыздың, жеп жатқан қорегіміздің адал екеніне назар салған кезімізде бұған да бізге сауаптар жазылады. Себебі бұның да өзі бір құлшылық. Құлшылыққа тікелей қатысы бар, ықыласымызға тікелей қатысы бар. Пайғамбарымыз не деді? Күмәнді істерден де сақтану бұл тақуалықтың белгісі деді. Алдымызға шыққан күмән нәрселерден ұзақ болайық. Күмәнді ма жемей-ақ қояйық, күмәнді ма оны ішпей-ақ қояйық. Алла тағаланың субханалла, қараңыздаршы, сусынданатын болсақ, миллиондаған адал сусыны бар, бірақ оған емес арақ деген бір арам сусыны бар. Бүкіл халық соған балдың айналасын үймелеген шыбын арас беттес жиналып, соны қызықтайды. Астағфирулла. Бұл да не? Шайтанның бір алдауы, арбауы ғой. Мына жақта сан жетпес адал еті, рызығы, қорек заттар бар, бірақ ішінде біреусін ғана арам қойды. Доңызды арам қылып қойды. Ал былай болатын болса қалай? Бүкілін арам қылып,
бирөөсүн адал кылатын болсо бизге кыйынчылык тууатын эди. Алла олай кылмады. Өкүнүчкө орай иманы алсыз болгон жандар, шайтандын арбоонун илескен кисилер, Кудайдан узак болгон кисилер сонун айналасына жиналууга, содан коректенүүгө, сону касып кылууга тырышат. Астагфирулла. Биз өзүбүз биринчи кезекте будан узак болоюк. Тууган тускандарыбызды эскертейик. Таныстарга да бул нерселерди кулактандырып, сактандырайык, урметтүү тыңдарман коом.